Сәлем, менің атым Адам. Мен 26-дамын және 5 жыл бойы островта тұрдым. Біраз уақыт бұрын мен достарыммен теңізге саяхатқа аттандық. Яхта тынық мұхитқа келген кезде кенеттен дауыл басталып кетті. Басында біз түк ойламаған едік, бірақ сосын кеме сынып мен жағаға құлап түстім. Жағаға 8 күннен кейін бірақ жеттім және өзімнің жалғыз екенімді ұқтым. Менімен бірге бірнеше заттар және тамақ болған еді. Соның арқасында мен бір жеті бойы өзіме тамағымды тауып алдым. Басында яхтада тұрдым, сосын өзіме үй жасауды ойластыра бастадым. Біраздан кейін мен осы орманнан шықпай қалам ба деп депрессияға түсе бастадым. Менің бақытыма орай, мен яхтадағы қораптан әртүрлі головоломкаларды, ойыншықтарды тауып алдым. Бірақ та яхтадағы тамақ тез бітіп қалды. Қуанышыма орай, островта менімен бірге жабайы қошқарлар да бар болатын. Бірақ қарусыз мен оларды ұстай алмадым. Бір жолы қошқар шөптің арасында шыға алмай қалды. Мен бұны көріп, оны ұстап алсам да, басында өлтіре алмадым. Себебі оған өзімнің опытым жетпеді. Бірақ өлтіруге тура келді. Себебі қарным қатты ашқан еді. Біраз айдан соң мен орманға үйреніп те кеттім. Менде бәрі болды. Тамақ, су, головоломкалар. Бірақ жалғыздық мені тастамады. Сосын мен тастардан көмектесіңіздерші деген жазу жасадым. Мен басында бұл көмекке сенбеп едім. Бірақ не де болса бағымды сынап көрейін деп шештім. Өте көп уақыттан соң, яғни 5 жылдан соң, мен бірінші рет адамның даусын естідім. Сөйтіп мен құтқарылдым. Бұл оқушы бала болып шықты. Ол картадан менің көмектесіңіздерші деген жазуымды көріп, өзінің ата-анасына айтқан болып шықты. Сөйтіп олар мені құтқарып алды. Осыдан кейін мен өз уақытымды, өмірімді, қоршаған ортаны бағалай бастадым. Және көрінген жерде абайлап жүруді үйрендім. Сіздер бұл оқиға жайлы не ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Ал егер сіздерге видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп-көп рахмет.